Бүгін Қайраттың шаңырағына жан жолдасы Марат бауырым келді. Соны түсті шай ішіп алдық. Жаңа бүгін бейсенбі күні ата-бабаларымызға құран бағыштайық деп жеті шелпек пісіргенбіз. Енді сол жеті шелпектен дәм татып жатырмыз. Мынау біздің кім айтып жездеміз, мынау біздің жезде, Қайраттың папасы, мынау Марат, мынау қызымыз Дана оқуға түсіп келді. шошып кеткен жоқ қайда мынау. Мынау Қайрат қызы Жайна деген, жаным ау, оқуға түсті грантқа. Мынау Емшапа, оң болсын талаптарыңыз бәрде. Жетінанға байланысты бір қызық оқиға деймін. Лондонда оқып жүрген кезде содан біздің көрші группада Ақтөбенің Шалқарының бір қызы болды, Әсел дейді. Әкесі депоның бастығы екен, Шалқар. Бір күн сабақта отыр едім. Біреу есік қақты. Саймон дейтін мұғалімнің сабағы. Ашып еді, Әсел тұр. Қолында тәрелке, үстінде бір шелпек. Лондонда университетте. Қайсылмайды жаңағы батыр қыз да. Сосын болды. Уақытта сабақты бұзып, есік қағу дейтін өрескел әдепсіз. Иә. Мен осы не деп жатыр еді, сосын анау бүйтіп. Біз қазақ дейтін ұлтпыз. Біздің дәстүріміз. Біз дейтін жетінен пісіреміз. Бейсенбі күні кешке. Соны таратамыз. Сосын әруақтарға Құран оқимыз. Мамам соны маған тастамай істеп жүр деп айтып еді. Соны енді мына орталарында мен бауырым отыр, ағам отыр. Марат деген. Соған берейін деп алып келдім деді. Мұғалім маған қарайды, группаның бәрі бар. Сосын мен беріңіз деп сөйтіп. Сауратып оқыдың? Жоқ, сосын мен айта бастадым енді. Мән жайын дейсің. Құранда да айтады ғой, өздеріңе ең қымбат болған нәрседен садақа беріңдер деп. Қалай деп айттысың? Өздеріңе ең қымбат нәрседен садақа беріңдер деп. Дұрыс. Ал қазақ үшін наннан қымбат нәрсе. Дұрыс. Оны және майға пісіріп, әспеттеп біздер таратамыз. Сосын мен тараттым ба, сен алдың ба, сен менің Құран оқисың да менің атама болып істейсің. Сөйтіп мен аталарыма бонус жинаймын. Қазір етілмей. Көбірек Құран оқытамын. Сондай нәрсе бұл. Бәрі ұйып тыңдап, қызық болды. Тамаша дәстүр болды. Соны бізде ауыз тисек бола ма деді. Той деп, сол бір группа болып жетінен бөліп жеген. Қызық оқиға. Сосын артынан бітіріп келгесін болашақ программасымен бардық қой. Әр студент Америкада оқыған, Америкада, Англияда оқыған, Қытайда оқыған. Студенттік кездеріңдегі болған оқиғадан бір эссе жазыңдар дейтін конкурс жариялады. Қызықты оқиға. Иә, қызықты. Сол мен жұмыста тұрдым да, жаңағы почтамен хат келді, сонда эссе деген. Жаңағын жаздым да, салып жібердім. Енді көпшілік қолдап кетті ғой енді. Енді ана комиссияға да ұнаған болды. Аузу биллахи минаш шайтанир. Осы әмин деп отырған барымыздың шаңырағымыздан Құрандан кеткен ата-бабаларымызға, әке-шешелерімізге, тума-туыс, жақын жуықтар. Алла қабыл қылсын.